Сәлем, менің есімім Ник. Мен бұл жолы сіздерге Attack on Titan'ның екінші маусымын айтып беретін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер сіз мені қолдағыңыз келсе, осы видеоға лайк басып, артынша каналға тіркеліңіз. Олай болса, кеттік. Attack on Titan екінші маусым. Бірінші маусым біткеннен бері 4 жыл болса да, анимедегі кейіпкерлер өзгермеген, былайша айтсам өспеген сол қалпынша. Бірінші сезонның жалғасы болып, әлемдегі үлкен аним сайттарынан және де бірнеше телевизиядан көрсетілді. Сіз маусым 1-ді көрген болсаңыз, міндетті түрде екінші маусымды көруіңіз керек деген кеңес беремін. Режиссері Масаши Коицуко жұмыстап, Wit студиясында аним түріне келтірілген. 2017 жылдың сәуірдің 1-нен сол жылдың маусым айының 17-сіне дейін барлығы 12 бөлім шығарылып бітті. Ал мангасы 34-ші шаптерден басталып, 51-ші шаптерге дейін жалғасады. Ал енді анименің оқиғасына келсек. Аниді қолға түсіру жоспарынан 12 сағаттан кейін Эрен Микаса Армин үшеуінен басқа 104-ші жасақтың сарбаздары қамалдың сыртында бір құрылыста еді. Және олар қарапайым адамның киіміменен ешқандай қару-жарақсыз сол қамалда шай ішіп демалып отырады. Ол жерді Майк Закариас есімді иісшіл қолбасшыға тапсырған екен. Қайдан екені белгісіз бір иіс шығып келеді. Әрине бұл иісті мен иіскеп білгем жоқ, Майк иіскеп біліп қояды. Және ол иіс Тайтанның иісі болып шығады. Іште отырғандардың ыдыс-аяғы столы қозғала бастайды. Сол сәтте сырттан біреу кіріп келіп, әлгі сарбаз іштегілерге осы маңда Тайтандар келе жатқанын хабарлайды. Осылайша барлығы сыртқа шығып аттарына қонып шаба жөнеледі. Бұл жерге Конни мен Сашаның қыстағы жақын екен. Конни Рейнер вертолетті, сосын екі сарбаз бірге Коннидің қыстағына, ал Саша болса өзі капитаннан, бұлай қолбасшыдан сұранып алып, өзі жалғыз өз қыстағына қарай беттейді. Бұл кезде Майк әлгі Тайтандарды өлтіру үшін әлгі жаңағы тұрған ғимараттарына қайтып барып, сол жерде аққулар биін билеп Тайтандармен шайқасады. Біраз Тайтандарды өлтіргеннен кейін, жарайды, негізі кететін уақыт болды, әлгілер қашып үлгерген болар деп ойлайды да, бір ысқырықпенен атын шақырып алады. Сәйгүлі. Сол кезде аты келе жатады. Аты келе жатқан кезде бір денесін түк басқан Тайтандардан өзгеше бір Тайтан әлгі сәйгүлігін ұстап алып Майкке қарай лақтырып қалады. Майк әлгі ғимараттан құлап бара жатқан кезде бір Тайтан қағып алады да жей бастайды. Әлгі түк басқан Тайтан, мен сендерге тоқта дедім ғой, дейді да Майкты әлгі Тайтаннан құтқарып алады. Ол сөйлей алады, әр маймылға да қатты ұқсайды. Бұл Тайтанды Бист Тайтан, былайша айтсақ, алып қобжық деп айтсақ болады. Ол Майктен Тайтан өлтіретін құрылғыны не деп айтасыңдар деп сұрайды. Майк шоққа кіріп қалғандықтан ештеңе де айта алмайды, тіл қатпайды. Негізі бір тілде сөйлеп тұр едім дейді да, әлгі құрылғыны алып кетіп қалады. Майк есін жиып, әлгі Тайтанды өлтірем деп жүгіре берген кезде 4-5 Тайтан Майкты ұстап алып, жан-жағынан жей бастайды. Саша өз қыстағына да жетеді. Қыстақта тірі жан боласы көрінбейді. Тек бір үйдің есігі ашық жатады. Соған кірсе бір кемпір 2,5-3 метрлік Тайтанға желініп жатады. Ал кемпірдің немересі қарап отырады. Саша бір балта ала салып, Тайтанның мойнынан 3-4 рет шауып жібереді де, қызды ертіп алып сыртқа қарай қашады. Жолдан бір садақ бенен 4 дана оқ тауып алып, соларды атып жүріп, Тайтанның көзін көз соқыр қылып қашып кетеді. Қашып бара жатқан кезде Сашаның ата-анасы мен қыстақ тұрғындары жетіп келеді. Сашаның қыстақ тұрғындарының барлығы аман екен, тек әлгі кемпірден басқалар. Бұл кезде Конни де өз қыстағына жетеді. Қыстағына келсе, Коннидің үйін бір Тайтан басып қалған екен. Шалқадан түсіп жатыр әнші. Басқа ешқандай да күмәнді нәрсе жоқ. Адамдар жоқ, Тайтандар жоқ, тек біреу ғана аттар ат қорады. Конни бұл не болып кетті деп тұрған кезде Райнер келіп, сенің туған туыстарың қашып үлгерген болар деп Конниді жұбатады. Солай болса екен деп Конни өзін үміттендіреді. Барлығы әрі қарай кетіп қалады.
Арада біраз уақыт өтіп, барлығы мұнараны қамалды аралап шығады, бірақ та ешқандай да Тайтан таппайды. Ешбір Тайтанға кезікпейді, және де мұнарада ешқандай тесік болмайды. Осылай сөйтіп жатқан кезде ай шығып, айнала жап-жарық болып кетеді. Содан бір мұнара көрінеді. Сосын барлығы сол мұнараға қарай беттейді. Барлығы 3 мұнараға бар еді. Қаруланған 4 сарбаз ғана. Сол кезде Тайтандар жетіп келіп, әлгі мұнарадағы адамдарға қарай шабуылдайды. 4 сарбаз, сендер осында болыңдар, біз сендерді қорғаймыз дейді де шайқасады. Мұнаралар бір-бірден құлап, ең соңында жалғыз мұнара қалады. Әлгі 4 сарбаз бір-бірден Тайтандарға ұсталынып желінеді. Жас сарбаздар мұнараның ең үстіне шығып тұрған еді. Юмир бір пышақпенен өз қолын кесіп, мұнарадан секіріп кетеді. Мен ойладым, мынау таза өз-өзін өлтіріп, ана жаққа кете қалады десем қателесіппін. Ол да Эрен Анни тәріздес қолынан қан шығарып, Тайтанға айнала алады екен. Юмир Жав Тайтан деп аталатын Тайтанға айналады. Өзі кішкене болған менен өте шапшаң қозғалады. Бірталай Тайтандарды өлтіргеннен кейін өте қатты шаршағаннан әлгі Тайтандарға ұсталынып қалады. Және желінуге таяған кезде Ханжи бастатқан жасақ келіп оларды құтқарып алады. Содан барлығы қамалға қайтады. Қамалда ешқандай да тесік болмағасын, және де Тайтандар қайдан шығып келгенін белгісіз болып қалады. Осылай барлығы қайтқай жатқан кезде артта тек барлығы алдына кетіп қалады. Артта тек Райнер, Бертольд, Эрен үшеуі әңгімелесіп қалған еді. Райнер, мен Армор Тайтан, ал мынау Колоссал Тайтан. Сені алып кететін бұйрық алдық, бізбен бірге жүр, дейді. Эрен түкте түсінбеген кейіп танытып, одарды бөгей тұрады. Бұның алдында барлығы Райнер мен Бертольдты Колоссал мен Армор Тайтан екенін біліп қойған еді. Сол сәтте Микаса келіп Райнер мен Бертольдты қылышыменен шауып түсіреді. Бірақ кеш қалады, әлгі екеуі Тайтанға айналып кетеді де Райнер Эренді алып қаша жөнеледі. Эрен көзінің жасын сығып алады да Тайтанға айналып кетеді. Сол жерде біраз UFC-дің төбесін көріп отырып қаламыз. Эрен Райнерді өлтіруге сәл қалған кезде біздің Бертольдты Колоссал Тайтан жанына қарай құлай салады. Эрен бастырылып қалмас үшін Армор Тайтанды жібере салады. Айтып бүйтіп жүрген кезде Эрен Армор Тайтанға жеңіліп, Армор Тайтан Эренді, Бертольдты, Юмирді алып орманға қарай қашып кетеді. Қалған сарбаздардың көбісі ауыр жарақат алып, сұлап қалған еді. Заманның заманында барлығы есін жияды. Көп кешікпей жоғарыдан бұйрық келіп, Эроин Смит өзі сарбаздарды бастап, Эренді құтқару жоспарына аттанады. Бұл уақытта Райнер күшін жинап алу үшін орманның бір жерін тасалап отырады. Және де Райнер Эренге білмейтін нәрселерін құпиясы туралы Бертольд болса Юмирмен сөйлесіп отырады. Райнер негізі қараңғы түскен кезде әлгі шөуін ертіп алып қашпақ болады. Қараңғы түскен кезде Тайтандар ұйқыға кетеді. Солай тосып отқан кезде Эренді құтқарушылар тауып жетіп келеді. Содан Райнер амалсыздан Тайтанға айналып, осылай әлгі шөуін ертіп алып қашпақ болады. Бірақ та Юмир, сендердің айтқандарың шын болса, онда мен историяны алып сендердің үйлеріне еріп барайын дейді. Осылай орманда барлығы тосып тұрады. Және история жетіп келген кезде Юмир Жав Тайтанға айналып алып, историяны алып қашады. Және де Райнер де Армор Тайтанға айналып алған еді. Осылай бесеуі қашады. Әлгі Эренді құтқарушылар тобы шауып келе жатқан кезде Эрвиннің қолын Тайтан тістеп жұлып алады. Осы кезде Эрвин сарбаздарға күш беру үшін
деп айқайлайды. Барлығына күш қуат бітіп, айтып жүріп Эренді Армор Тайтаннан қайтарып алады. Бірақ бұл жерге қалың Тайтан жетіп келгеннен адамдар мен Тайтандар арасында шайқас болады. Армор Тайтанға да Тайтандар шабуыл жасайды. Неге десеңіз, Бертольд Армор Тайтанның үстінде тұрған еді. Адамдар әлсіреп, жылап, өлетіні ойлап жатқан кезде Эреннің анасын жеген Смайл Тайтан жетіп келеді де Эренді ұстамақ болып, қол созған кезде Эрен әкелбесті дегендей оның қолын жұдырықпенен қағады. Сол сәтте неге екені белгісіз, барлық Тайтан әлгі Смайл Тайтанның жан-жағынан жұлқылап жей бастайды. Эрен сәлден кейін қайтадан Тайтандарға бұйрық бергендей болып айғайлайды. Және сол кезде барлық Тайтан Армор Тайтанға шабуыл жасайды. Осы сәтті пайдаланып адамдар қашып кетеді. Рейнер, Бертольд, Юмир үшеуі де әлгі Тайтандардан құтылып кеткен екен. Ал қамалдың адамдарына келетін болсақ, Кони Эрвинге мәлімет айту үшін келеді. Және де сол мәліметтен Эрвин Тайтанға Тайтандар адам деген сөз ба деген қорытындыға келіп тіреледі. まだかな。 Attack on Titan Season 2-сі осылай аяқталады. Біз бұл сезонда Jaw Titan, Beast Titan'мен кезіктік. Әзірге Тайтандардан өзгеше, ерекше 6 Titan барын білдік. Олар Эрен, Анни, Female Titan, Beast Titan, Jaw Titan, Бертольд, Colossal Titan, Рейнер, Armor Titan. Және де біз бұл сезонда Эренде құпия күші барын, Тайтандарға бұйрық бере алатынын білдік. Және де Тайтандар адамба деген қорытындыға келіп тірелдік.